Давай, не попадайся. Болды кетті. Сонда да қармаға қарап тұрсың ғой, Ассалаумағалейкум. Уалейкум. Қалайсыз, жағдай қалай? Молда болыңыз. Жағдайыңыз қалай, жақсы? Қайда кетіп бара жатсыз? Басып бара жатсыз ғой? Неге 36 километрге? 36-ға? Жәке шақырған бүгін. Сонымен барып қайтайын дедің бе? Жәкемен бірге барайын дедің бе? Жәкеге, иә. Бар. Бірақ сәл кеше ұсықты ғой, деме? Не енді кеше түнде жүрдік бұлай там ұйқы қанбаған. От души ұйықтап. Ұйықтап дейсің ғой? Погоданы қараңыз, әке. Әдемі сияқты, иә? Әдемі сияқты, бүгін көреміз ғой енді. Қазір түсіп жатса, жігіттерге бәріне көрсетеміз ғой. Бәрін неге шақырам? Ужинға. Ужинға? Бүткіл қаланы көріп. Құрметті менің көрермендерім, жазушыларым. Бүгін тағы да кеше емес алдыңғы күні шығып едік, бүгін тағы да шығып келе жатырмық. Қасымда інім Аймұрат алып келе жатыр. Балықты бүгін сәл кештеу шықты дегенмен де балық ұстаймыз деген ойдамыз. Келе жатқан жетіміз мынау Сығынды, болмаса өткенде айттым ғой, Майкин деген жер. Соған келе жатырмық қазір. Әзірге жол жаман емес, жаңбыр да жауып тұрған жоқ. Көңіл күйіміз де жаман емес, иә? Солай ғой, иә? Вообще бәрі жақсы. Тек қана енді балық түссе, соны сіздерге көрсетеміз деп ойлаймын. Ары қарата да бізді қарай беріңіздер. Ал жігіттер мен қыздар, біз келдік. Міне мына өткенде айтқан маяк. Келген көлігіміз. Мына құрттарымыз. Мынау спиннинг қармақтарымыз. Балықшымыз балық шығарып жатыр, бірақ балық. Мына жерде бір балық жүр, не? Не істеуішін оның ішінде? Майшабақ қой. Иә, майшабақ. Мына жерде жігіттер аулап жатыр. Бұл жігіттердің де аулағандары жаман емес. Міне бір жігіт шығарды, міне. Балықтар өткендегіндей стандарт. Құрты бар ма басында? Балық бар ғой, Жәке. Тасында әр түрлі неде жүреді. Возможно, жағада да жүреді. Балық әртүрлі қашықтықта ма? Енді қаттырақ аямайлап тұр бәрі. Қараймыз енді қазір. Астынан жүзіп, қарашың аңа шығарды. Что, у нас праздничный будет? Ола сол бір қашықтықтан шығарып тұр. Қазір сен қазір аналардың лақтырған уақыттарын қара, қандай күшпен лақтырады. Сол жерлерден түріп тұр деп ойлаймын да. Ну қарайық енді мынанда, мүмкін балық берде жүрген шығар. Сол балық бүйт жүреді сияқты. Жүреді сияқты деп тұрсың ғой. Точно айта алмайсың ғой.
Сен давай шығып кетті ма деген қой давай. А? Бар ма? Жақында тұр, жақында бар, жақында шеш. Шығарып алсын, жақында ілініп қалды ғой. Давай. Ұстап көрсет енді бәрін. Жіберіп. Қандай балық шығарған? Мынау құрттай балық емес қой. Аймұрат. Қолыңмен ұстап алшы, қармақты қойсайшы. Қолыңмен ұстап көрсет. Ара, қандай балық ұстадың? Біріншіден. Фотосы жасап фотоға. А? Фото емес, видеоға салады, қашырып. Давно тут уж? С утра. С утра? Ну, до обеда вообще не клевал. Ну, только начал, да? Только начал. Ну, Сейчас, мы же приехали уже. Ну да. Поэтому. Ну, видим, что ты, наверное, 3-4 уже вытащил, да? При нас. Осторожно. Скользко. Как говорится, полмокрый. А что ты говоришь? Блин! Какой сход! Во! Не моя рыба, не моя, не. Богатым это одно, а долго проживать совсем другое. И счастливо. Как, начал клевать уже, Денис? Хорошо работает. Да? Классно. Вон наловили там. Ну вот и рыба, да? Раз, два, три, на четыре. Пой. Да? Ну, рыбак вытащил рыбу. Мы все засняли. Вот так и ловим сегодня. Саня, Денис, Тулев. Все же наши рыбаки. Біздің оң жағымыздағы балықшылар. Бұл жерде Александр, Денис, Төлеу. Осы жігіттер аулауда. Балық бүгін жаман емес. Осы қазіргі уақытта төртеуінде әрқайсысына 5-ден алдау деймін, 20. Бізде тек біреу. А мына сол жағымызды да көрсетейік. Сол жағымызда да балықшылар өте көп. Мына бер жағында оларда балықшылар, ар жағында көріп тұрсыздар ма? Арғы жағы көп өте балықшылар бүгін. Бәрі де біреу, екеу, үшеуден алған сияқты. Жаңа сөйлестім бір-екеуіменен. Сондай жағдай. Әзірге күн барда олаймыз ғой, кешке дейін. Кешке барлық қорытындысын айтатын боламыз сіздерге. Біз сығынды даулап тұрмыз, міне, маяк. Мынау жаңа айтқан біздің жігіттер. Енді мен сіздерге ар жағындағы мынау 43 километрді көрсеткім келіп тұр. 43 километр міне. Онда да міне біздің жігіттер аулап тұр. Мына точно полковник Васильевич.
Жұмаға аяқ тағасында. Жұма екеуі жүретін еді ғой. Міне кетіп бара жатыр уже аулақ болып. Мына 43 километр. Міне мынау сол кісінің көлігі. Осы алттан 43 қарап тұрмыз ғой. Жарайды, Василий, жолыңыз болсын. Балықшының балық шығару сәті төлеу. Біз көріп тұрмыз. Құрттай балық шықты. Қандай балық? Құйрығынан шығарды, қараңыз. Құйрығынан шығарып алды. Кефальдің баласы. Бір жақ қарап қойсаңызшы. Көрдік оны. Қалай түсіп қалған? Жібереді оны. Солай. Үйге кетіп бара жатыр еді мынау Александр. Ертең жұмысқа шығам. Құртты ал деді ғой. Мына құртты алды, сол құртты. Ертең осы құртпен балыққа шығатын боламыз деп ойлаймын. Одан басқа Денис те бізге жіберді. Міне балықтар Денистің берген. İçinde 4 balık var. Hepsi әдемі балықтар төртеуіне. Қорып жеуге болады. Аймұрат, көңілге қалай енді, айтшы? Керемет, конечно. Аз балық ұстадым деп режу атқан жоқсың ба? Жоқ. Ең маңыздысы вообще табиғатта шығып, кішкене демалып, таза ауа процесс қой. Солай ма? Құртты қармаққа салып отқан өзі адамға демалыс. Күнделікте. Күнде ондай зат көріп отқан жоқпыз. Маған қарашы, маяктар. Иә. Күтіп атса вообще күшті. Жақсы, әлі уақыт бар, күтіп атқан жоқ қой. Күтеміз. Tamam. Сау ама. Сен жіберем сен. Давай, не попадайся. Oldu, кетті. Сонда да қармаға қарап тұрсың ғой, Че, Джума сказал, клевать не будет, да? Сказал, я чувствую, не будет. Он чувствовал, да? Что не будет клевать. А как он уехал уже? Она начала, да? Сразу, да, начал? Да. Через полчаса. Через полчаса начал. И ничего, ребят, наловили неплохо. Да, 20-ник взяли. Да? Это неплохо, очень неплохо даже. Ну, Джума ошибся. Бедный он сейчас будет говорить, блин, что-то не то, как. Джума, привет тебе! Что ты ошибся, а? Ушел от рыбы, а? Мынау міне бұйыртса ертеңге құрт. Ертеңде әлі 2-3 күн уақытым бар менің. Балық аулап сіздерге көрсететін. Онда бұйыртса деп айту керек шығар. Өткенде осылай болып, ертең жасайым деген кезінде жаңбыр жауып кетіп көп аулай алмадық қой. Бүгін жақсы, жаман емес мына жігіттің ұстағаны. Бүгін жақсы ұстады. Мейлі келсін, келмесін, сен процессті жасап жатсың ғой.
Міне балықтар, міне балық. Негізі ана жақта да құрттар бар. Көрдің бе, ана құмның ішінде тұр ғой құрттар. Содан салмадың ба, мынадан қол өстіп отырасың ғой, мейлі ма? Сол жерде тұрған ең, орында тұр ғой. Құрметті менің оқырмандарым, осымен бүгінгі балық аулағымызды аяқтап жатырмыз. Соңы. Балық негізі сағат 3-тен кейін 2:30-нан бастап 4:30-ға дейін жақсы тұртты. Одан кейін саябырсылады. Саябырсып азайды. Дегенмен де бәріміз де қазір балықпен кетіп бара жатырмыз. Бүгін мен өзім аулаған жоқпын. Балықшыларды видеоға түсіріп сіздерге көрсеттім. Ал енді міне, әлде де артында міне балықшы тұр, балық аулап жатыр, лақтырып жатыр міне. Әне. Қазір түседі ма, түспейді ма әлі белгісіз. Енді уақыты болды ғой, сағат 6 болды. Тағы да бір жарты сағаттай, жарым сағаттай болсақ, белгілі болады ғой. Ал сіздерге не айтам? Енді тағы да 1 апта, 2 апта уақыт қалды балықтың түртуінің аяқталуына. Қолдан келсе, шығып қараңыздар. Шығып балық аулап. Сол менің сіздерге тілейтінім. Және барлықтарыңыздың денсаулықтарыңыз күшті болсын, тек жақсылықтар тілеймін. Тек осы балық аулауда сіздермен кездесе берейік. Маған жазылыңыздар, ұмытпаңыздар. Лайк қойыңыздар, дизлайк қойыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Жақсы достар, сау болыңыздар. Қалай рыбалка өтті? Әдемі Жаке. Әдемі. Көңілге күшті болды дейсің ғой, да? Осылай енді менің жазылушыларым. Міне ғой теңіз. Бүгін бітірдік енді балық аулауды. Бұйыртса ертең тағы қараймыз ғой. Жақсы, келесі кездескенше.